Тұрғараұлы сіздердің алдарыңызда бүгін қонақта. Бүгін орталық оңтүстіктегі Шырайлы Шымкент қаласындағы киелі қара шаңырақ Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің парасат басқармасындағы парасаттылық дәрісін жүргізген Қазақстан Республикасының құрметті судьясы, қоғам қайраткері Бекет Тұрғараұлы Тұрғараев ағамыз болды. Бүгінгі Бекет атамыздың жүргізген дәрісінен өзімізге ғұмыр дария деректерінен ол кісінің өзімізге өте пайдалы, бойымызға ізгі қасиеттерді сіңіріп алып, және де алдағы болашаққа үлкен мотивациялдық десек те болады.